әрі қарай жалғастырайық. Жалпы енді биыл оқу жылы басталып жатыр. Елімізде 7550 мектеп болғанымен, оның барлығында бірдей бейне бақылау жүйелері орнатылмаған. Бұл әрине өкінішті ақ, иә? Дәл солай. Сондықтан да осы қауіпсіздік шараларына келетін болсақ, оқушылардың қауіпсіздігі туралы дәл қазір осы туралы сөз қозғағымыз келеді. Яғни сол жерде стационарлық дабыл түймелер орнатылған, оларды тек қана оқытушылар емес, сонымен қатар оқушылар да пайдалана алады. Егер де ол түймені басатын болса, полицейлер тез арада жетіп келе алады. Ол туралы дәл қазір бейне сюжетте. Оқушылардың қауіпсіздігі басты назарда. Жаңа оқу жылын аттаған бүлдіршіндер мен жас жеткіншектер енді мектепте алаңсыз білім ала алады. Себебі қауіпсіздіктің жаңа құрылғысы еліміздің барлық білім ошағында орнатылды. Еліміз бойынша 7386 мектепте бейне бақылау, 3514 стационарлық дабыл, сонымен қатар 1212 мобильді дыбыс түймелері орнатылған. Келеңсіздік орын алған жағдайда тетікті мұғалім немесе оқушының өзі басып, мектепке құқық қорғау қызметкерлерін шақыра алады. Оқушылардың міндеті және мектептің міндетін айтатын болсақ, мектептің міндеті ол оқушыларға жақсы білім беруге және тәрбиелі етіп шығаруға, ата-анасының тәрбиесінен бөлек мектептің өзінің ішкі тәрбиесі болады. Сол тәрбиеге балаларды үйрету және білім беру мақсаты. Және де мектептің міндеті оқушылардың жүріп тұру жолдарын, қауіпсіздігін сақтау. Сонымен қатар қазір Қазақстанда бізде 7550 мектеп бар. Соның ішінде видеонаблюдение, яғни бейне жазбалар, сонымен қатар қандай да бір кнопкалар, яғни қандай да бір қауіп төнген жағдайда уақыт жоғалтпай ішкі істер органын шақыруға, көмек сұрауға мүмкіншілігі бар. Жалпы оқушылардың қауіпсіздігі мектеп тарапынан да, мемлекет тарапынан да қорғалуда. Оқушылар қауіпсіздік шараларынан бөлек білім ошағындағы міндеттерін ұмытпауы қажет. Оқушылардың міндеттерін айтатын болсақ, оқушылардың міндеті және ата-ананың міндеті, олар міндетті түрде мектептің жарғысына, мектептің мектепшілік жарғыға бағынуға міндетті. Оның ішінде мектептің тазалығын, өзінің тазалығы, мектеп тазалығы және өзінің тазалығы, басқа адамның мүлкін таза ұстауға және ұстаздарға, басқа да қызметкерлердің жұмысын бағалауға міндетті болып табылады. Ол мектептің тәрбиесі және ата-ананың тәрбиесіне байланысты. Мектеп жасындағы жеткіншектер, біздің қауіпсіздігіміз басты назарда екендеп, еркін түсінуге болмайды дейді заңгер.